Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай, келіп жеткен жаңа жылымыз құтты болсын. Сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын тауық етінен жасалатын куриный рулеттің рецебін ұсынайын деп отырмын. Алдымен бізге қажетті заттарды көрсете кетейін және описанияда да жазып кететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, осылайынан венчикпен болмаса вилкамен жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне жаңағы куркума саламыз. Куркума бізде рулетімізді сары әдемі түске енгізіп, әдемі көрінетін болады. Сол себепті саламыз. Одан кейін үкіштен өткізілген ірімшігімізді салып, барлығын жақсылап осылайынан араластырып, үстіне кішкене сұйықтау болу үшін 60 граммдай қаймақ салдым. Енді барлығын осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын коржиымызды пергамент қағазын төсеп ыдысымызға жақсылап видеода көрсетілгендей бір келкі бір тегіс етіп жақсылап жайып аламыз. Бір тегіс етіп осылайынан жағып шығу керек, себебі бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалса, біздің рулетіміз қисық болып шығады. Сондықтан осы жерде мұқият болу керек. Жақсылап пергамент қағазымыздың үстіне осылайынан жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пешімізге 10 минутқа қойып пісіріп аламыз. Біздің коржымыз пісіп жатқанда біз рулеттің ішіне салатын салмасын жасаймыз. Ең алдымен осылайынан бір кішірек пиязды турап аламыз. Пиязы көп салмаңыздар, пиязын көп салып жүрсеңіздер, кішкене рулетіміздің дәмі пияздатып кетеді. Қалауларыңыз бойынша сарымсақ салсаңыздар болады. Тауықтың төс етін осылайынан жақсылап майдалап турап алдым. Біздің блендеріміз қатты жаңағы турағанда қатты қиналмайтындай. Дәмі бойынша қара бұрыш, тұз салдым. Енді осыны жақсылап блендерден өткіземіз. Мінекей біздің салмамыз дайын десек те болады. Арнайы бір ыдысқа бөлек салып аламыз. Осылайынан шықты. Енді біздің жаңағы коржымыз пісті. Сразу салмасын салудың қажет жоқ. Мен осылайынан жақсылап суытып алдым. Суығаннан кейін барып, үстіне біздің салмамызды жаға берсек болады. Салманы да жаңағыдай бір тегіс етіп, бір келкі етіп, жақсылап коржиымыздың үстіне осылайынан видеода көрсеткендей жағып аламыз. Бір тегіс қылып жағып болғаннан кейін осылайынан әдемілеп рулет қылып орап аламыз. Одан кейін міндетті түрде фольгаға рулетімізді орап, пешке тағы да 30 минутқа 180 градуста салып аламыз. Осылайынан әдемі болып пісті менде, ешқандай формасын жоғалтпайды. Ыстық күйінде және суық күйінде де бұны кесіп жей беруге болады. Осындайынан әдемі рулет шықты менде. Бұны холодный закуска ретінде, нарезка ретінде жаңағы ұсына берсеңіздер болады. Ыстық күйінде, ыстық тамақ ретінде де ұсынуға болады. Сіздерге рецепт ұнады деген сенімдемін. Олай болса, каналыма кіріп, тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып, және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.